автоматты жинау бағалары 23 секундта жинау 5 болып саналады. 27-28 секунд болса 4-30 секундта жинайтын болсақ, біз ол 3 деген қанағаттанарлық баға болады. Сондықтан да мен сендерге жылдамдықпен шашып көрсетемін қазір. Примерно мектеп қабырғасына барған кезде сендерге осы автоматты қолдарымен ұстатып, әр балаға қыркүйек айында шашқызып жинатып нормативпен бағаланамыз. Бұлай саналады. Автомат осылай тұрады. Бұлай тұрады. Партада мектепте тұрасыңдар ғой, сол кезде қолың тимей тұрады. Нормативті орында деген кезде секундамен басылады мына жақтан 1, 2, 3 басылады. Осылай қойған кезде 13 секунд болса, барлықтарына 5 қойылады. Ал 14 секунд, 15 секунд болатын болса, ол 4 пен 20 секунд болатын болса 3-ке саналады. Енді осылай автомат жатады. 1-3 деп тағы секундамен басылған кезде жылдамдықпен 23 секундта үлгеруіміз керек. 1, 2, 3 қалай жинайды? Тура солай. Деген кезде 23 секунд болса, сен 5 деген бағаласың, 25-27 секунд болса 4 деген бағаласың, одан кейін 30 секунд болса қанағаттанарлық 3 деген бағаласың. Содан кейін барлық балаға полигонда біз бағалап, солардың барлықтарын, одан кейін мектепаралық жарыс болатындығын, 9-шы мектеп, 8-ші мектеп, Әл-Фараби ауданының бойынша 35-ші мектептер, 47-ші мектептер бар, автоматтан әр мектеп ең мықты балдар өзімізде жарыс болып, одан бірінші орын алған бала сол мектептермен жарысып, сол жақта грантлар беріліп, барлықтарына жаңағыдай сыйлықтар беріліп, кубоктар беріліп, сөйтіп біз buradan сөйтіп қайтатын боламыз. Автомат түсінікті болса, екінші магазин. Магазин дегеніміз учебный магазин бұл. Бұның ішінде оқ болады, армияда да оқ болады мындай. Оқ бұл. Оқты біз автоматқа саламыз ба? Сөйтіп затвор тартып, 3 оқтан әр оқушы жатып алып, мишенге ататын болады. Полигонда. Ал енді сендерге қазір оқтың жинау тәртібінде көрсетіп жіберейін. Әр солдатта 2 магазин ішінде мынада 30 оқ, мынада 30 оқ. Мына жерде подсумка болады, подсумкаға салып қойып, ана магазин таусылғаннан кейін осы магазиндерді жаңағыдай салып, арғай атып кете беретін болатын болған. Түсінікті болса, осы магазинді түсіндірейін сендерге оқжатарда. Оқжатарда 30 оқтан 60 оқ болады. 60 оқты солдат кепкісін қояды, сөйтеді да кепкісіне оқты кәдімгі үйде білесіңдер, сәбіз тураған сияқты жылдамдықпен 30 оқты 10 секундта кепкісінің ішіне шешеді, қараңдар. Шешіп болғаннан кейін бұны бас бармақпен мына жағынан ұстап тұрып, екі қолмен жылдамдықпен 30 оқты кіргізеді. Әр оқ 1 секундтан. Әр оқ 1 секундтан болғанда 30 секунд болады, примерно. Енді тағы да шашып көрсетейін. Жаңа тез шашып көрсеттім, енді жай шашсаң былайынан шашылады. Ал тез жинау, бас бармақты ұстап тұрасың, 1-3 деп санаған кезде жылдамдықпен былай сала бересің. Өткенде онлайн болған кезде де, мектепаралық жарыс болған кезде біледі, он фейметідегі дио осын шашып жылдамдыққа барып, сөйтіп
істеген болатын. Мектеп қабырғасына барған кезде барлықтарыңа осы магазинді шашып, оқ жинаудан қолдарыңа ұстап көресіңдер. Ал полигонымыз Ақтасқа барған кезде осыдан да жарыс болатын. Әр мектеп аралығында оқ жатарды шашып жинау, бұдан да грамоталар беріп, барлығында сөйтіп сыйлықтар алып жарыс болатын. Сосын мен обедтен кейінгі уақыттарда спорттық волейбол, футболдан болатын. Ал келесіміз мынау. Келесі воздушный тиріміз, әрқайсымыз білеміз. Атылып өзіңе қарай оқтайсың воздушный тирді, сосын пулясы болады. Пуляны салып, мына жерде предохранитель болады. Предохранитель болмаса атылмайды. Предохранитель басылады, содан кейін барып мына жерде прицел тұрады, прицелді ортаға қойып, сол көзімізді жұмып, оң көзімізді ашып, әр оқушы 10 оқтан бұдан да жарыс болады. Бұны да мектеп қабырғасына барған кезде сіздер ататын боласыңдар. Екінші соңғымыз мынау. Автомат. Ол жақта полигонда жүрген кезде бізде практически сабақтар болады ғой. Конспектіден бөлек практически сабақтарда біз автоматта былай ұстайтынбыз. Содан кейін барлық оқушы мектептері 100 бала барсақ, 100 баланың барлығында осындай автомат болып, 100 балаға сол жақта сабақ өтетінбіз. Сабақта оқушы осылай тұрады. Тұрғаннан кейін автомат жерге деген команда болған кезде автоматты жерге қоямыз. Автомат иыққа дегенде автоматты иығымызға аламыз. Содан кейін автоматты түзе дегенде түзеп қоямыз былай. Кепкені басып киеміз. Содан кейін автомат арқаға дегенде 3 командамен. Автомат арқаға 1, 2, 3. Автомат арқаға кетті. Түзе дегенде былай түзеп қоямыз. Одан кейін автомат иыққа дегенде 1, 2, 3, 4 командасымен. Осыны жылдамдықпен орындаймыз сосын. Автомат арқаға 1, 2, 3 жылдамдықпен. Автомат иыққа 1, 2, 3 жылдамдықпен. Енді кеудеге деген команда болған кезде автоматты 1 жайлап бірінші көрсетеміз. 2 былай ұстаймыз. 3 дегенде кеудеге қоямыз. Дұрыста дегенде дұрыстап қоямыз. Автомат иыққа деген команда болған кезде магазиннен 1 ұстаймыз. 2 дегенде оң шынтағымызды алып, иыққа қойып, 3 дегенде тоқтап қаламыз. Енді жылдамдықпен орындайтын болсақ, автомат кеудеге 1, 2, 3, 4. Автомат иыққа 1, 2, 3, 4 тұрып қаламыз. Содан кейін мен ар жақта тұрып, оқушыларды шақыратындығым. Нарубеж открытыйне 10 метр бой деген команда болған кезде, оқушы автомат қолына алады, сөйтеді, 10 метрге зигзагообразно жүгіреді. Кәдімгі тактикалық поле болады, қара жер. Мысалы фамилиясын айтатын болсақ, Рядовой Қасқырбаев деген кезде мен деп жауап береді. Нарубеж открытыйне 10 метр бой деген кезде зигзагообразно жүгіреді. Сөйтіп келеді да, полеға жатып, өзінің тактикалық полесына сөйтеді да, Рядовой Қасқырбаев бой готов деп дайын тұрады. Содан кейін команда беріледі. Одиночный огонь деген кезде, мына жерде предохранитель болады, предохранитель одиночный қояды да, тарс асады да, Рядовой Қасқырбаев бой окончен деп қояды, сосын кейін келіп тексереді. Затвор тартып, командир келеді, затворын тартасын, осмотрено деп көрсетеді, сосын кейін на свое место бегом марш деген кезде тас тұрасында автоматын алып, орнына қарай жүресің. Сондай сабақтар бола береді, үй жағдайында болғаннан кейін бәрі ыңғайсыз болып тұр. Енді осылай 5 күндік сабақтарымыз осылай жүргіземіз. Және де сендерге видеоролик, видео сабақтар, строевой моторлардан да көрсетіп жіберейін. 8 команда орындаған кезде сендерге қазір практически бір көрсетем. Содан кейін қалған сабақтың барлығын сендерге не жүзінде WhatsApp желісі арқылы сабақтарды, саптық дайындық, тактикалық дайындықты, барлық сабақтардың барлығын сендерге видео сабақ қылып жіберіп отырамын. Сендер соны тыңдайсыңдар, көресіңдер. Мысалы, оңға бұрылу, солға бұрылу бағыттарын білесіңдер. Оңға бұрылу,
солға бұру. Бұл саптық дайындықта сосын 8 команда основной сабақ болып есептеледі. Бар оқушыны 100 бала болса, мына жаққа 50 бала, мына жаққа 50 бала тұрғызып қойып, біз сабақ өтетінбіз. Мысалы, алға қадам бас деген кезде былай тұрасыңдар, тіке саптық дайындық бұл. Содан кейін бірінші жай көрсетемін, одан кейін тез көрсетуді үйретемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл не үшін керек? Бізге бұл сабақтың 8 команда не үшін керек екенін айтып жіберейін. Кез келген кезде построениеде бар оқушы тұрған кезде бастық келіп, Қасқырбай ко мне деген кезде, ол жүгіріп бар, бастыққа жүгіріп бар, 3 қадам қойған кезде былай: сіздің бұйрығыңызға Қасқырбай келіп тұр деп қолын түсіру керек. Содан кейін командир оған айтады: сапқа тұр дейді. Құп болады деп қойып, бұрылып, қол түсіп кетпеу керек. Сол аяқтан бастап, оң аяқ, сол аяқ көтерілген кезде оң қол түседі. Ары қарай өзінің сабына барып тұра қалады. Сол үшін 8 команданы біз көрсететінбіз. Енді тезірек көрсететін болсам былай болады. Қатарда сапта тұрады. Алға қадам бас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы команданы білген оқушы, 8 команданы білген оқушы, кез келген жүгіріп бара жатқан кезде ар жақта, бер жақта болсын, командир шақырған болса, барлықтары оны бастыққа келіп кету бағасынан 5-4 деген баға қойылады болғанда. Содан кейін барлық оқушыларда жаңа не болған? Жарыс болған, саптық дайындықтан да жарыс болады. Осындай бастыққа келу, кету, қалай жүру, тұру, барлығынан жеке-жеке мектеп аралық жарыс болып, неде болатын.